Дастан деген кім деп. Сол. Жақсы, альхамдулилля, өзің қайсың брат? Алла деп жақсы. Қалай бойлар? Қанша жақын көтерді ма бағасы? Жоқ, әлі қатты көтерілмеді негізі. Қанша миллион бар ма? Ай, жоқ. Болмай жатыр сол. Сендер неғып, сен тегін төбелесшісің ғой онда. Сол, дұрыс айтасың, по идее. Сенен бір ақыл сұрайын деп брат. Сен контракт қашанға бітеді? Контракт жоқ менде брат, не андай чисто андай бір нелік бой ғой. Сұрасай кішкене нормальный теңге. Сол, енді чемпион болдым ғой, енді осыдан кейін сұраймын Алла қаласа. Еще ана қазақтармен төбелеспеймін деп айтып едім ғой. Соны айтқам типа қазақтармен төбелесесің дегендей қылып жатыр да. Сол. Рамазанмен былай жеке кездесіп сөйлесетін болсаң, Рамазан зауытпен жігіт бол. Иә, здравый жігіт. Иә. Иә, олармен всегда көрсем былай сөйлескен кезде. Иә. Еркек құшақтап отыр ма сені? Ау? Еркек құшақтап отыр ма? Али ғой. Иә, ассалаумағалейкум. Екеуің үйде отырғаныңыз стрёмный емес па? Біз үйленбегенбіз ғой, бізге болады деп қойсам. Сампомен кеше прямойынды көргем. Қарап отырған. Иә. Шақырған кезде айтшы, мен де бір нәрсесін тартып айтшы. Келген кезде Алматыға. Шақырт мен. Ол, жас бала ғой енді. Сендер 98-сің сен. Иә. Ол 2000 жылғы бала ғой. Ауырықсаң ба бір нәрсе ғой дейме? Или өзі сөйтіп притворяться ма? Жоқ, ол не ғой, хайп ғой бұл жерде ше. Что там, Армана, бой қашан? Стандартный вопрос дей ма? Бәрі қоя ма? Иә, сол ғой. Бірақ жалпы Алла қаласа қаңтардың аяғында деп айтқан. Алла бұйыртса енді көреміз қазір. Емес, ММА, профи. ММА, сон, ММА. Қаңтардың аяғында. Қазір бір-екі бой неде өткіземіз, UAE дей ма? Warriors па? Warriors па, бірден кейін сода. Содан кейін қазір UFC бой бермей жатыр дейді да. Одан кейін бір-екі бой өткізгеннен кейін алғасы визамда ол уақытқа дейін алғасы дайын болып қалады шығар. Сол кезде алғасы Америкаға чуть-чуть. Сбор қайда өтесіз? 4 күн. Ал? Сбор қайда өтесіз? Сбор Алматы ғой, басқа қайда өтеміз? Ата Таиландқа неге жылан жоқ па не? Таиландқа бар қуаттармен Мигель деп айғалап жүр дейсің ба? Мигель де. О, айтпашы салыш. Рахмет. Отылып отыр қой, что-то мен подписчиктерім слава отыр ғой. Қанша адам отыр сенде? 373. Нормально ғой? Иә, күнде осылай кіреді. Менде 300 адам отыр. Базар жоқ. Сол. Қалпа жоқ. Жотан. Қалпа жоқ деген. Ано, сампо, симпай. Ол негізі дұрыс бала. Негізі ма? Болды, түсініп отырмын мен примерно. Иә. Мен сол ма деп ойладым. Иә, ол былай дұрыс бала ғой. Дұрыс, рахмет. Ана не ғой? Еліктеушілік бар ғой енді жас балада ше. Алыстау. Ертең Алматыға келеді, сіз мен номерін жіберіп қойым, хабарласады маған. Ару, рахмет. Ақтөрені алып келем дей ма? Жаман жыртылғансың ғой. Бірақ ана прикол өтіп кетті ма деп саған прикол ұстай берді, сол кезде ё-май, вообще қатып қалғансың да что-то. Ана мен тәтті жесем сондай бір аллергия бар да менде ше. Тамақ қыши ма? Хронический болып кеткен ба, сондай бірдеңкесі бар. Өкпенің бәрін тексерткен, бірақ Аллаға шүкір денсаулығым жақсы. Өткен боксқа шықтың ғой, қалай бокс? Профи. Қиын. Қиын ба? ММА-дан қиын ба? Кулачкадан ММА-дан? Конечно, қиын. Қиын болды ма? Мен ұрып 4-ші раунд қолым алып болды ғой. Жаңа аяғың анау штангымен отырып тұрып ең сонда күш қалмай қойылады ғой. Иә. Қолымда сонда теріп қана жүрмін ғой істеп ше. Ішін тесіп тастаған жоқ па? Иә, іштен жаман ұрып отыр, блоктан ұрып атсаң. Өткен жоқ қой. Жақсы боксер беріпті ғой еще саған, Иә. Өткен жоқ қой. Мықты боксер бере сапты ғой, қарап қоям. Жоқ, мен өзім сұрадым, маған бокс салатын біреу керек, ертең бір мешек тұрып, қажет емес дедім да. Иә, сол дұрыс қой, по идее. Қиын бой болды? Иә. 3 күн дайындыққа қиын бой болды. 3 күн дайындалдың ба ше? Базар жоқ. Енді ала берсе мартта беру мүмкін. Мартта бер жатса. Профи ма? Иә.
2 ай ма, 1 ай ма сондай бірде дайындалу керек қой. РКС-қа келсе, брат, РКС-та мықты балалар бар, солармен спарринг істеп кішкене. Джиги 500 метр арман отайық, хотя бойда емес шақтатайық та. Как раз салмақ қанша, брат, қазір? Несі чисто қуаламайды салмақ? 62 сондай отырмын. 68? 62. 62. Жақсы, 62 как раз 57-лермен, біз 57-лер мықты жас балалар. 2003, 2004 жылы балалар. Анау бір рет неге центральный стадион бар ғой. Рахат ағайлар бар ғой, сол жаққа барғанбыз. Барам, короче, парға тұрамын ғой, енді 15-16 жастағы балалар ғой. Айтқансың ғой. Қой дедім ба? Қазір боксер балалар өте мықты, өсіп жатқан балалар ше. Анау бокс өзгеріп кетті қазір, бұрынғыдай челнок емес, не болып кеткен ондай бәрі. Американецтер келіп кішкене майысы, ерекше болып кеткен қазір бокс қазақтардың. ТД деген жұмыс алматы зарплата 200 мыңнан 2 миллионға дейін хабарласыңдар дейді. Сен нақты айтшы, не жұмыс екен шеше, мен жұмысқа кіріп кетейін 2 миллион басында. Төбелеске қойыңдаршы. Жоқ, төбелесесің ғой бәрі. Сағынасың яғын жарысын чувствосын, көп төбелеспесің. Әрине. Бойдың алдында чувство ерекше ғой. Енді сен өзің ойлаш, бокс арена жинай алмайды ғой. Сол үшін бізді шақырды ғой алдында. Жанқош бауырым хабарласты айтады, арман бауырым осылай дейді. Айтамын, болды онда. Мен негізі басқа сум айтқам ғой. Енді Жанқош деп по-свойски өз сум айтқам ғой, сосын саудаласып үшін келістік қой. Базар жоқ. Жанқош үшін ғана шығып бердім енді. Зато өзіне опыт болды да профи бокстың ше? Иә, өте жақсы болды. 3 күн тренировка істемейтіндей болдым да енді. Не ғой? Негізі профи бокста асықпай жүріп ше, мен любительскиймен тақылдап, еще мен одиночныймен ғана ұрдым ғой. Серийный мен жұмыс істей алмаймын да уже. Серийный крушыда ұрасың, парда уже ұрамайсың серийный, бұрынғы боксерлар сияқты ше. Боксқа қатысып жүрген сияқты. Қиын екен, жалпы. Қолым талқаған, бірақ аяқ қозғалып тұр ғой ары бері ше. Алиштан қасында аяқ қойып жүрмін, аяқ муайтай. Аяғын тесіп жүрген шығар, Ой, жай тепсе де ауырады ма бір нәрсе ғой сағандарымыз сөздің. Солай болады, сосын анда сен отбрасывание бар ғой. Иә. Анау белгі ашты ғой, лягушка дейді ғой бокста. Иә. Оны коленаға саныңмен сөйтіп жасай бер. Ертең вдруг ММА-дан шығып кетесің, соған дайын болсын да проходқа отбрасывание жасағандай. Сен спортшколада оқысаң, сен неңлерің бар ғой, борец достарың? Иә, мен оқымаймын ғой спортшколада, жоқ сен бар жүрім бар кескі. Жалпы нелерің бар ғой, достарың бар ғой? Иә, борецтер бар. Абылай, Мақсұт Абылай сен досың, тоже братан ғой? Районда ғой, біздің районда ғой. Соған айтсаң, бір упражнениені көрсетшір, братан деп ше. Көрсетеді. Болды. Күрес үйренгенге жүр, по идее. Күрес негізі маған күрескен ұнамайды, үстіме жатып шынтақпен бетеді ғой. Балалармен ойнаған кезде тісте боламын мен сондай кезде шандай нервім шыдамайды. Сол үшін ғой өмірге төбелескім келмейтін ше. Вдруг құйрығымен келіп қалса, құйрығынан тісте боласың ба сонда? Құйрығынан тісте саусақтап айтыпсың ғой. Кетейді ол деп. Жоқ, негізі керек болады былайна ше. Негізі былай күрес аламын былайшы былай. Анау вольник жас балалар болады ғой, солармен күресіп бере аламын кәдімгідей. Просто өзіме күрескен ұнамайды ана. Бит жатва, бит алысқанша ма. Кезінде де мен күрес не деп ше. Бірақ сен вольныйдың 1-2 тренировкасына баршы, тоже жақсы спорт. Иә, барғам, Абылай Мақсұтқа барғам, именно күрес күні барғам ғой. Вообще ана болмайды екен ғой, біздің дыхалка деген бөлек екен ғой. Абылай братаныңды 5 рет чиқылдатып жіберген алдында. Көрдім ғой видеодан. Сізді күрестен сезбеймін деді ғой. Сізді күрестен сезбеймін деді ғой. Майта. Абылайға өз айтты. Абылайдың өзінен сұрашы, 5 рет 6 рет болевой тартты ғой деп ше. 4 рет аяғын 2 рет. Бәрін гильотинаға ұстаймын деді. Мені ма? Маған бір болевой тартпаған ол. Базар жоқ. Абылайдың күрес потолок негізі. Ау? Абылайдың күрес потолок қой. Жақсы күреседі ол. Мощный күреседі ғой. Иә. Он еще физикасы да мощный ғой.
Гибкий ол, гибкий. Стретчингқа барады ол, братан, стретчингта. Стретчингқа барады екен ғой былай, Неменеге? Стретчинг. Гибкий дейді ғой. Альбансиянға қарсы шығамын. Растяжка стрижик деген. Білмеймін енді мен ана мойнына тартқан кезде мойны гибкий болған жоқ. Кезде ше. Бір қазақ чайқайды ол ақыс бір. Сол. Чо енді бой қашан дейді? Бой январьдың соңында дейді анау. Пахан деген бар, Шамиль Галимов деген боксер. Сақалды, шал сияқты көп сөйлейтін. Ты Султан Алиға кірсің историясында. Сонымен, короче, ол, аренаның чемпионы болды өткенде. Арена деген бар лига. Кулачкадан. Соған айтқам мен тапа, давай төбелесейік, сен сұратын чемпионсың екенбіз, титулымызды қойық. Мен рухтың чемпионымын, сен маған отсан, кім ұтылады, сол титулын береді деген сияқты. Сол жарайды деді. Рамазан не дейді? Ассалаумағалейкум, братан. Мен сендер что-то түсінбедім, үш еркек жүрсіңдер ғой бір. Ой, үш еркек емес, бір үйден, міне толып отырық қой, талпанып отырық қой, районский бар. Әйелі барлар да біздің қасымызда қазір. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Рамазанға барып жекеге былай нет. Жекеге барып сөйлес. Несі ол чемпион болатын болса сен анау. Сен қазір ше, енді былай айтайын. Ол жерде бәрі удар аласың, иә. Бәрі осы ертең травма алып қалып, сен құдай оның бетін арасың, бірақ инвалид болып қалсың, сен ешкімге керек емессің. Дұрыс айтасың. Отырған достарың ше, конкретно айтайын, бір 10 рет, 20 рет келеді, сосын өзінің шаруалары бар, өздері үйленеді, өзінің семьясы болады да. Былай телефонмен қалып тұрады, или хотя бір жылда. Менің дені сау достарым маған ше үйленгеннен кейін 6 ай 1 жылда көретін болдық. Үйленгеннен кейін ше. Ойлашы. Мен кезінде ойбай братан, қазір мен үйленем ғой, ой, смело деп шын. Смелосың үйінен шамай алды ғой. Шамай ма? Мен қазір любойын бетін айтам ғой мен. Біз үйленген кезде қатын 1,5 жыл ұстай алмай жүрді ғой біздің. Жүргі міне үйленіп 6 ай болды үш. Вообще ешқын етпейді. Үйіне бармайды. Үйі жоқ. Біздің үйге прописка отырып алған мына жаққа. Сендер квартира шешіп тұрсыңдар ма? Жоқ, дос баланың үйінде районда ғой сол. Сендер тикток дома ашам. Әке шешесімен тұрамын. Жоқ, қазір үйінде ешкім жоқ бака, соған. Режим ұстамайсың да, брат? Андағы үй ертең телке сас кетіп жүрмесін. Жестко. Енді 2500 болды енді. Менде 900 болды, 939 болды енді. Ойнаймыз ба, анау не? Қалай ойнаймын? Қалай ойнайды өтірік туп тете қалады осындай кезде. Енді, бастан көрдім. Ақса ұтылы болды екен ғой, жестко, е? Дурочканы досылам осындай кезде. Жоқ, дурочканы астында тұр екен ғой мен. 3 күн болды ма сондай өткір жүргеніме? Қанша подписчигің бар? 6000 ба сондай? Енді нормально ғой. Менде 1000 адам болды. 1000 адам болды ма? Давай, Джиги. 2 рет ұтылып қалдым, отайық. Менің зор екен, е? Сен анау, не? Қазір бір жұмыс бірден істеп жүрсің ба? Вообще сол ештеңе жоқ, чисто рухпен. Таксоваттем арасында. Дұрыс. Бірақ тренировкаға таңертең кешке барып жүрсің, е? Таңертең емес, чисто кешке. Мен де режим ұстамаймын. Режим ұстасам андай. Наоборот, шашақ қалам ба бір нәрсе бойда. Армаға жекпе-жек зарплата төлеп отыр ма? Иә. Сабыржан аға? Жоқ, Сабыржан аға емес. Алматы облысының спорт басқармасынан, ШВСМ-нан 45 000 айлық түседі. Ұлттық спорттардан 280 000 ба сондай. Учаспайында қаздан? Дұрыс, рахмет. Алла қаласа. Міндетті түрде. Сосын мен тағы ана жерде 1-2 жерде контрактым бар. Өзіміздің ағаларымыз көмектесіп тұрады. Жай. Қолынан келгенше. Мал табу сайты бар. Сау мал бар. Ағаларымыз. Январда енді ЮАО-да ма? Бой? Иә, Алла қаласа. UFC пландамай жоқ, мен боксермын ғой, қайда UFC.
Сол, жақсы братан, енді ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Жақсы.